Ассалаумағалейкум, құрметті бауырлар. Мен бүгін сіздерге мисуактың тағы бір пайдасын айтайын деп отырмын. Мынау мисуак кәдімгідей тіс тазалайды мисуак. Осыны жартысын кесіп алып тастадым мен жаңа. Енді осы мисуакты кішкене тазалаймыз. Қабықтарын қырып тастаймыз сыртындағы. Міне осылай тазалағаннан кейін бұны ортасынан былай бөлуге болады. Ортасынан осылай бөлеміз. Бөлгеннен кейін былай бөлеміз. Тағы да осылай бөлеміз. Болды, қабығын бәрін аламыз. Сосын бұны мына ыдысқа саламыз. Бисмилля деп саламыз. Сосын үстінен қайнаған ыстықтау суды құямыз. Бисмилля деп. Бұдан да көп құюға болады негізі. Осылай сосын жабамыз. Жапқаннан кейін осыны суып салқындағанша осының ішінде тұрады. Одан кейін салқындағаннан кейін бұны ішеміз. Бұл асқазанның кез келген ауруына соның ішінде жаңағы уланып қалған кезде, сондай кездерде бұл таптырмайтын дәрі болады. Бүкіл жаңағы іштегі микробтарды өлтіреді, уларды өлтіреді, бактерияларды өлтіреді, зиянды заттарды өлтіреді. Асқазанды, ішекті жаңағыдай освежитіп тазалайды. Сондай керемет жаңағы пайдасы бар. Осыны көріңіздер. Алла жазса міндетті түрде ем болады иншалла. Алла шипасын берсін.